Что за фигня, ё-моё. Давай, PlayStation гарап. Так, ё-моё. Хей, сәлем достар, сіздермен бірге мен мистер Монсур және мистер Монсур деп атын шатастырдым, Монсур Лайф негізі. Бүгін дағы негізі әдемі болып тұр, енді бізге бүгін бір нәрсе істеу керек, да? Мұнда мен қойшыны басқарғаны ақшаларды алайын ба, еба өзімнің сейфтерім бар, сейф емес енді бұл сундуктардың ішінде көп ақшалары бар, ал кейбір ақшалар шынымды айтсам жұмсап тастағам. PlayStation ұстап кеше жатқан бірден, еба что за фигня. Рахат-ай. Достар, комментке жазып кетіңдер. Күнде мен қандай видео түсіретінімді білмеймін да. Вообще. Қазір. Достар. Осы бар ғой, Мен бір ой деген сияқты. Қандай ой десеңдер. Ол қараңыздар. Үйдің сыртында деп безендірейін. Үйім дерсік болып тұру керек. Қандай блокпен өзгертсем болады, дерсік қылып. Что за блоктармен істесем болады, ё-моё. Білем. Басыма енді ғана келіп кеткен. Осынан да былай. Содан соң мені осылай жауып шығам. Қазір настройкаға кіріп бір нәрсені дұрыстап жасалғанша. Қазір күте тұрыңдар. Настройкаға кірем. Касание дегенді басып. Қазір достар, біраз күте тұрыңдар. Бәрін қарап шығу керек, міндетті түрде. Клавиатурада имыш дегенге кел. Shift. Удалить старый журнал. Удалить сейчас. Монсур Лайф. Қазір күте тұрмын. Нужен уильям факел. Короче, керемет ойын ойнап тұр. Қазір мен достар, мына
үйдің алдын безендіріп болғаннан кейін видеоны қайтадан қосам. Вот, міне достар, аяқтадым мен бәрін. Все нормален. И қараңыздар, теріс болып шықты, бағана жай ағаш болып тұрады ғой. Міне. Только шет жақтағы ағаштарын өзгертіп шықтым. Кімге ұнады, комментқа жазып кетсін. Және келесі видео тез-тез шықсын десеңдер, астыда 100 000 подписчик жинап тастайық. Қараңыздар, кайф. И достар, менің өзімнің осы арнамда 20 000, жоқ, 500 000 лайк жиналса, мен Майнкрафтта дух шақырам. Егер ол істемей ма, көреміз. Только өзімнің каналымда 500 000 лайк жиналса ғана. Ал 500 000 лайк жиналмаса, онда вообще дух шақырмаймыз. Ал 500 000 лайк жиналса, шынымен де, шын айтам, дух шақырамыз. Қорқынышты Майнкрафтқа кіріп кеткен бала дегенді шақырамыз. Содан кейін не болатынын көреміз. Ал онда достар, видеоны әлі аяқтамаймын ба? Жарайды, аяқтамай қойын. Сендерге бұл Майнкрафтта жүрген қызық шығар, Мен 1-2 күн бұрын жасаған видеомда солай болған. Не болған деп түсінбей атқан шығарсыңдар. Короче, сендерге Майнкрафтты айттым ғой, қай версиясын скачать ету керектігін. Сол версияны скачать етіп алыңдар. Содан кейін бәріміз бірге ойнаймыз. 500 000 лайк, 500 000 подписчик болса, 500 000 коммент болса, и менің осы ойында өзім достарым болса, осы подписчиктерім, онда духты шынымен да. Бірақ мына ауылдан алысырақ шақырамыз. Өйткені алысырақ шақырмасам бар ғой, алысы шақырмасақ, бұл ауылға кіріп кетеді да, біздің мазамыз алады. Сол үшін тезірек достар, кіріңдер да осы Майнкрафт версияны скачать етіп алыңдар. Содан кейін бірге ойнаймыз. Бірге дух шақырамыз, бірге анау-мынау. Мен өзім ютубтан үйренем Майнкрафтта қалай дух шақыру керектігін. Сол духтарды шақырып көреміз, и лайфхактарды да орындаймыз. Ол үшін достар, скачать етіңдер Майнкрафтты. Болды? Мен бар ғой, бір күні Майнкрафтты скачать етуді өзім айтам ғой деймін. Или олай болмай ма, білмедім. Ой, блин, ясно тұра бермек, неге? Блин, что за хуйня? Ина заброшканың ішінде де дух шақырып көреміз бір күні. Қараңдар. Кәм қорқынышты дух шақырамыз. И полночь болған кезде далада время. Сонда только сендер Майнкрафтты скачать етсеңдер ғана, достар. Ал осы Майнкрафт 1.19.80 версиясы біреулеріңде болса, егер бірге ойнайық, онда мен сендерді күтем. И бұл мердің аты Қазақстан. Не қараңыздар, жаттап алыңыздар.
Міне аты есімі тұр, Қазақстан деп. Серверлерді ойнасақ болады. Ойбай, Майнкрафтта қызық өткіземіз күндерімізді. Сендермен бірге ойнасам қызығырақ енді. Игроктармен бірге ойнасаң қызық қой. Қазір достар, күте тұрыңдар. Ойбай, ой. Міне версиясы тұр. Версия 1.19.80. 8 көрінді, бірақ 0 көрінбей қалды. Осымен бүгін видеоны аяқтаймыз. Барлығыңызға сау болыңыздар.